Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз ыдысымызға жылы сүтті құямыз. 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық ашытқымызды салып аламыз. Одан кейін 3 ас қасықпен қантымызды салып араластырамыз. Енді ерітілген сары майымызды құямыз. Одан кейін араластырамыз кішкене. Жұмыртқамызды саламыз. Ұнымызды електен өткізіп, жақсылап сауып аламыз. Яғни достар, ұнды қосқан кезде ақырындап аз-аздан сауып отырамыз. Мен осылай сұйық май құйып жағып қойдым, сонда қолымызға жабыспайды. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.